Мен Шәкіров Төрехан Өмірбекұлы, дене шынықтыру мұғалімі. Мен Назым Ержанқызы, осы мектепте оқу ісінің меңгерушісі, информатика пәні мұғалімі. Мен Нұрпейісова Гүлжан Алысқызы, оқу ісінің меңгерушісімін. Я Курмагалеева Гульсум Султановна, работаю в этой школе уже 10 лет, учителем английского языка. Я Корниенко Виктория Евгеньевна, работаю в этой школе учителем географии и учителем начальных классов. Я Асимгуль Дулатовна, работаю заучем по научной части. Мен Қойшыман Мұхаммедәлі Жұматайұлы, Софиевка жалпы білім беретін орта мектебінің дене шынықтыру пәні мұғалімімін. Менің есімім Мақпалдың Исламқызы, Софиевка мектебі директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасарымын. Мен Наурызбаева Гаухар Амангелдіқызы, бастауыш сынып мұғалімімін. Мен Ботагөз Абыржанова, осы мектептің бастауыш мұғалімімін. Мектептің бастауыш сынып мұғалімі Арсабаева Гүлнұр Танабековна боламын. У Жексена Кадыровича есть много хороших качеств. Во-первых, он организованный, он всегда аккуратный, подтянутый, что вот привлекает сразу к себе внимание. Ну и он очень хорошо разбирается в людях. Жексен Кадырұлы қатал кісі, және сол қаталдығымен бірге адамгершілігі мол кісі, басшылыққа лайықты адам. Біз енді мұғалім болғасын, дене шынықтыру мұғалімі болғасын, бізге тәртіп өте жақын. Тәртіпті кісі, тәртіпке ол кісіден өнеге алуға болады. Біріншісі, ол жауапкершілік. Қандай істі алса да, сол істің соңына жеткенше тиянақты қылып, ұқыпты қылып істейді. Келесі бір қасиеті ол пунктуальность, тиянақтылық дейміз ғой. Өйткені таңғы 7-ден кешкі 7-ге дейін ең бірінші болып біздің директорымыз келеді жұмысқа, ең соңғы болып директорымыз шығады деп айтсақ болады. Сол пунктуальность, тиянақтылықты барлығымызға үйретті. Жексен Кадыржан басшы болғаннан кейін, ол кісі жаңағы мектепке кіріп келгеннен-ақ, ол кісі барлығын байқап, зерделеп тұрады. Мен сол байқампаздық қасиетінен ол кісінің бір жағынан ырза боламын да, дәл сол қасиет өзіме бар еді. Например, это умение сглаживать конфликты, например, что он очень хорошо умеет делать. Ну и то, что действительно он в людях разбирается. Он такой проницательный. Вот эта черта мне очень нравится, я бы хотела себе эту черту тоже приобрести. Ну вот деловая хватка и мыслить глобально, у него есть вот такие вот качества, которые я хотела бы взять себе. Төрехан көш Деп айта ма? деп айтады. Міндетті түрде шақырып алады, бірінші Назым жаным мында кел дейді. Жаным дегенде не жаның қалады деп, одан кейін өтінішін бастайды. Көп жиі айтатыным тәртіп. Сол тәртіптің арқасында осы мектептің жетістіктері өте көп. Жалпы Жексен ағайдың қатты жақсы көретін спорт түрлерінің бірі ол үстел теннисі деп айта аламын толық. 10 жыл теннис ойнағанда 7 жылын ол кісі мені атап жүрді. Сол 3 жыл соңғы 3 жылды ғана әрең алып жүрмей. Теннис жақсы көретін спорт ол кісі. Өте орынды сұрақ. Мектептің ішінде туындап жатқан қандай мәселелермен ақылдасуға немесе ол кісі бізге жаңағы бағыт беруге керек, бағдар. Вопрос, конечно, интересный. Но сейчас я уже спокойно себя чувствую. Раньше, когда у меня дети были помладше, когда он заходил к нам в кабинет, я все время думала, боже, что они натворили опять, или чем же я там провинилась. Ну, а сейчас у меня 3 учеников, я уверена за них, и за себя я уверена, и когда он заходит, то мы, в принципе, спокойно реагируем. Жұмабике Дүйсенбаевна, Шарбағай және үшіншісі өзінде ойлаймын. Ол кісі математиктарымызды өте жақсы сыйлайды. Соның ішінде Ибрагим ағай, Шарып ағай, ол кісілер үлкен құрметке лайықты. Әрине ол кісі Майра апай, Жексен ағайдың жұбайы, жолдасы. Екінші әріптесі жақсы көретін Славик деген бізде бір жақсы жігіт бар. Ол кісі өзін адамға тартып тұрады.
Үшінші әріптесі ол әрине өзім. Себебі мен де дәл Славик секілді болмасам да соған кішкене ұқсаймын. Адамды өзіме тартамын, сондай бір мінезім бар. Ағай жалпы біздің мұғалімдерді, яғни қызметкерлерді бөліп жармайды, бірақ нақты айтпайды, мысалы мынаны жұмыс істеген ұнайды, мынаны ұнамайды деп. Жизнь прожитая не зря. Ол кісінің мектепке сіңірген ерекше еңбегі деп атаса, керемет кітап шығар еді деп ойлаймын. Ұлағатты ұстаз деп ойлаймын, сөйтіп аталатын еді. Ал жеке бүгін зейнетке шығып жатыр екенсің. Пайғамбар жасы, зейнет жасы құтты болсын. Істеген еңбегінің жемісін сонша жыл көруге алам нәсіп етсін. Құрметті Жексен Қадырұлы, сізді зейнеткерлікке шығуыңызбен құттықтаймын. Педагогика саласында еткен еңбегіңіз бен төккен теріңіз де аз емес. Ендігі сол еңбектің жемісін көріп, ауырмай, сырқамай, бала шағаңыздың, немере шөберелеріңіздің қызығына ұзағынан қызықтауға жазсын.